құрметті көрермендер, сіздермен әдеттегідей арнайы кітапханада «Өмірде шектеу жоқ» атты подкаст жобасы жұмысын жалғастырады. Есімім Бибігүл Әукенқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың құрметті қонағы, ардақты әке, еңбекқор жан, кітапханамыздың тұрақты оқырманы Ахметов Закир Фазилұлы. Сізді кітапханада көргенімізге, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Закир Фазилович, сіз бүгін өзіңіз туралы, өмірбаяныңыз туралы және өзіңіздің еліңіз туралы айтып берсеңіз, руыңыз туралы мысалы. Менің есімім Закир, туған жерім Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданы Төрткел ауылынанмын. Руым Қаржас ішінде Өтен. Енді отбасымызға келер болсақ, отбасымыз бір жанұяда 10 бала өстік. Әкеміз жүргізуші болды, жүргізуші водитель. Анамыз мектеп қарбасын істеді, еден жуушы болып. Өзіме келмек болсақ, енді совхозда бір көп жұмыс істеген жоқпын, шамалы ғана жұмыс істедім, жай жұмыс болып. Одан кейін осындай неге шықтым, зейнетақыға. Мүмкіндігі шектеулі. Отбасыңызда жаңағы неше бала дедіңіз? 10 баламыз. 10 бала. Ол ағаларыңыз, қарындастарыңыз қазір қайда, әке шешеңіз қайда, соны бәрін айтып өтсеңіз. Әке шешеміз енді о дүниелік болды, сол ауылдан жерленген. Ағайынның бәрі қазір осы қалада тұрамыз. Отбасыңыз жайлы не айтасыз, өз отбасыңыз туралы? Өз отбасым енді Семья құрғансыз ба? Семья құрған бір ұлым бар, бірақ ажырасқанбыз. Ұлыңыз қайда жұмыс істейді? Нешеде? Ұлым 1998 жылы туылған. Колледж бітірген, 2 колледж бітірген, біреуі пожарный, біреуі юрист. Қалада өзімен бірге тұрады. Бірақ әртүрлі жұмыс істейді, өзіне өз жұмыс істейді. Отбасы бар ма, үйленді ме? Үйленген жоқ. Бойдақ. Өз-өзіне жұмыс істейді. Өз-өзіне жұмыс істейді. Тағы қандай іспен айналысады? Сізге көмектесе ме? Маған көмектесіп тұрады. Бірге тұрасыздар екеуміз? Бірге тұрамыз. Қазір Алматыда жүріп жатыр. Балалық шағыңыз қай жерде өтті? Балалық шағым сол ауылда Төрткелде өтті. Балалық шағыңызда қызықты сәттер бар ма есіңізде қалған бала кезіңізде? Енді қызықты сәттер болғанда балалық шағымыз енді асық ойнадық, доп ойнадық, ат міндік, қозы бақтық, мал бақтық. Сол қозы бағып жүргенде бір қызық сәттер бар ма? Аттан құлап қалған не деген сәт? Енді есіңізде бар сәттер? Бар болғанда енді не айтайын. Ат мүмкін лақтырып кеткен кездер болды. Ат үйреттіңіз ба? Ат үйреттік, жайрағы үйреттік. Жарыстарға қатысты ма? Жарыстарға қатысқан жоқпын енді. Бәйге аттарыңыз болды ма? Бәйге аттым болған жоқ, жай ат болды. Бәйге шыққан жоқпын. Әкеңізге еркелеп өстіңіз ба, шешеңізге еркелеп өстіңіз ба? Кімнің баласы болдыңыз? Енді ол жағынан ештеңе айтып еркелеп өскен жоқпын. Әжелеріңіз болды ма? Әжеміз болды. Ол кісілердің бәрі о дүниелік болды ол кісінің бәрі. Әке шешеңізді қалай атадыңыз? Папа, мама дедіңіз бе, әке шеше дедіңіз бе? Әкемізді папа дедік, шешеміздің атын атадық. Шешеңіздің атын неге атадыңыз? Или әжеңіз айтқызбады ма? Енді солай атап кеттік, білмеймін. Ағаларыңыз солай атады? Бәріміз солай атап кеттік. Отбасында нешіншісіз ағайындардың ішінде? Үшіншімін. Неше ағаңыз, неше қарындасыңыз бар? Енді бір ағам бар, бір апам бар, басқасының бәрі менен кіші, інім бар, қарындастарым бар. Бәрі осы жақта? Бәрі осы жақта. Өз кәсіптері бар? Өз кәсіптері бар, өз жұмыстары бар. Дұрыс. Студент болдыңыз ба? Студент болғанда енді ауылдан 8 жылдық мектеп бітірдім, қазақша. Одан кейін Перне деген жерде училище оқыдым, СПТУ. Неше жыл оқыдыңыз? 3 жыл оқыдым. Студент кезіңіздегі қызықты сәттер бар ма? Қызықты сәттер енді, қызықты сәттерді іштен айта алмаймын о жағынан.
Достарыңыз, студент кезіңізде? Достарым болды, енді ол жерде қазақ, орыс, неміс бәрімен дос болдым. Қай тілде оқыдыңыз? Орыс тілінде оқыдым. Өзіңіз жаңа жақсы көріп, сүйіп таңдаған мамандығыңыз ба, әлде әке шешеңіз? Енді сүйіп таңдап, соны оқи салдық қой екен. Оқи салдыңыз. Бір колледж бітіру керек деп. Денсаулығыңыз қай кезден бастап сыр берді? Денсаулық енді көз ол туғаннан негізі. Туғаннан? Басқа ағайындарыңызда бар ма ондай? Басқа ағайындар бар енді олар. Шамалымыз бірақ. Жоқ, сол ағайындардан да осындай денсаулығына сыр бергендер бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Бәрі жақсы, иә? Бәрі жақсы. Енді сізге осындай қиын сәттерде болады ғой енді? Қиын сәттерде. Сол кезде кім көмектеседі сізге? Енді нақты апам, 2 жас үлкен апам бар, сол Қазира деген кісі. Көбіне сол кісі көмектеседі. Енді бұлайда апарып келетіндер болады. Анда-мында шаруалар болғанда, бұл апарып келеді, басқа інім бар, ол апарып келеді, қарындасым бар, олар апарып келеді. Бірақ кезек-кезек көмектесетіндер бар. Тамақты кім істейді енді үйде? Үйде тамақ жаңа апам дайындап береді. Ұлыңыздың денсаулығы бәрі жақсы? Оның денсаулығы бәрі жақсы. Аллаға шүкір, иә, ұлыңыздың хотя бы. Енді шығармашылыққа, кітапқа деген сүйіспеншілігіңіз қандай? Кітапқа деген сүйіспеншілік, енді кітапты жақсы оқимыз. Кітапты оқи береміз. Қандай кітаптарды жақсы көресіз? Әдеби кітап, тарихи кітап, енді ақындардың атын ұмытып қалдым. Есіме келмейді. Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқыдыңыз ба? Мұхтар Әуезовтің Абай жолын оқыған жоқпын әлі. Мен оқыдым, Ілияс Есенберлиннің кітаптарын оқыдым. Қаһар деген кітап, Аласапыран деген кітаптар, біраз кітап оқыдым енді. Брайль кезет бойынша. Дұрыс. Тағы да қандай өзіңіздің өнерлеріңіз бар? Кітапты жақсы көреді деп естіп жатырмыз. Одан да қандай? Енді одан да қандай кәсіпті жақсы көресіз? Қандай кәсіп болғанда енді көбінесе далада жүрем есік алдында. Серуендеуді жақсы көресіз? Серуендеуді жақсы көрем. Кішкене спортпен шұғылданғанды жақсы көрем. Мына боранда, қарда, далада жүргенді жақсы көрем, жамбылда. Өлең шығаратын ондай неңіз жоқ па? Өлең шығаратын ондай өнер жоқ. Қасиетіңіз жоқ. Ондай жоқ. Дұрыс. Еңбекқорлығыңыздың арқасында жеткен жетістіктеріңіз? Жеткен жетістігім ол туралы ештеңе айта алмаймын. Нелер берген жоқ па сізге? Алғыс хат? Алғыс хат ондай берілген жоқ. Брайль қарпін қай кезде үйрендіңіз? Брайль қарпін осы қалаға келгенде 2012-де Чижевская 21-де үйрендім. Николай деген кісіден. Қиын болды ма? Ешқандай қиын болған жоқ, тез алып кеттім. 12 күн үйреніп шықтым. Қазір сіз Құран кәрім кітаптарын Брайль қарпінде оқиды деп естіп жатырмыз. Оны қашан үйрендіңіз? Оны жаңа Құран кәрім кітапты Семейде ұйымдастырды, бір жігіт сол жаққа шақырып Семейге сол жаққа курсқа бардым. Бір айлық курс болды, 20 күндік уақыт курстар болды, сонда сол жақтан оқып үйреніп келдім. Енді бізге Брайль қарпімен не оқып бересіз? Қай кітапты оқып бересіз? Абай жолын оқып берейін. Абай Құнанбаевтың қара сөздерін оқып бересіз? Абай Құнанбаевтың қара сөздерін оқып берейін. Нешінші қара сөзін оқисыз? Қазір 33-ші сөз дейді. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтамайды, мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әу
иесі сол, бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісіммен асырайын деп артық ісмерлер іздеп жүріп көріп біраз істеп болып өнер артырайын деп түзден өнер іздемейді. Осы қолымдағы аз-мұзына мақтанып осы да болады деп баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек. Қой бір-екі қара тапса малға бөге қалған кісімсіп маған мал жоқ па дегендей қалып еріншектіп салғырттыққа кермездікке салынады. Үшінші, дарқансын қой өнерлісін қой шырағым немесе ағеке нем кетеді. Осыған ғанамды істеп бер деген де маған да біреу жалынарлыққа екенмін деп мақтанып кетіп пайдасыз алдауға қу тілге алданып өзінің бақытын өткізеді.
және ана ан дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп көңілінде мақтандырып кетеді. Оқи берейін бе? Жетеді Закираға, жетеді. Біздің арнайы кітапханада Абай Құнанбаевтың 2 кітаптан тұратын Брайль қарпінде 2 дана кітабы бар. Абайдың қара сөздері, біріншісі міне. Бірінші кітабы, мынау екінші кітабы. Біздің Закир ағамыз осы 2 кітапты да Брайль қарпінде бізге оқып береді. Сонымен қатар біздің Закир ағамыз араб тілінде шығарылған, араб тілінде Брайль қарпінде шығарылған біздің Құран кәрім кітабында оқи алады. Таяуда сабақ өтпекші, Закир аға? Өтеміз сабақ. Сол кезде тағы да басқа қызығушылығы бар оқырмандарға Брайль қарпінде оқуды үйретеміз, аға? Сондай сабаққа қатысамыз деген ойымыз бар. Закир аға, сонымен қатар спортқа деген көзқарасыңыз қандай? Жаңа спорт жағын жақсы көремін деп айтып өттіңіз ғой. Спорт жағын енді қалай айтсам болады? Не істейсіз? Таңертең тұрып жаттығулар жасайсыз ба? Таңертең тұрып жаттығулар жасаймын, есік алдында жүремін. Енді жаттығулар жасаймыз енді. Сосын қай мезгіл жақсы көресіз далада жүргенде? Жаз мезгілі бе, әлде қыс мезгілі бе? 4 мезгілді жақсы көремін. 4 мезгілді жақсы көресіз. Дұрыс. Біздің кітапханаға сіздер тифлофильмді көруге келіп отырасыздар ғой, Наталья Алексеевнаның. Келіп отырамыз оған. Сол тифлофильмдер ұнай ма сізге? Қайсысы? Енді оларда ұнайды, енді олар есімде жоқ. Қай тілде өткен ұнайды сізге? Неғұрлым қазақша өткенді ұнайды. Сіз үшін бақыт дегенді қалай түсінесіз, бақыт деген? Бақыт деген енді қалай айтсам болады. Бақыт деген енді жанындағы адамдар, күнделікті өмір. Мен үшін, мен мысалы Бибігүл, мен кітапханашымын осы неде, кітапханада. Сіз мені ыңғай іс-шарада көріп жүресіз, ыңғай іс-шараны жүргізіп жүреміз. Мен өзім бақыт дегенді, егерде денім сау болса, сол маған бақыт деп ойлаймын. Иә. Денсаулыққа жетер ештеме жоқ, иә? Денсаулыққа жетер ештеме жоқ. Бақытты болуды түсінуге болады. Денсаулық болса, бақыттысың, денсаулықтың арқасында барлығын ептеп көруге болады, иә, Закир аға? Болады. Сізге қандай музыка жаныңызға жақын? Музыка тыңдағанды жақсы көресіз ба? Ән айтқанды жақсы көресіз ба? Мен музыка тыңдағанды жақсы көремін. Көбінесе 80-ші жылғыларды өлеңдерді. Билегенді жақсы көресіз ба? Билегенді жақсы көремін. Вальс билегенді жақсы көремін. Вальс биледіңіз ба? Биледік. Тойларда. Биледік. Шамшық Қалдаяқовтың өлеңдерін жақсы көресіз? Шамшық Қалдаяқовтың өлеңдерін жақсы көреміз. Әдемі өлеңдерін. Ал енді Закир аға, достық дегенді қалай түсінесіз? Достық деген неді? Достық деген шынайы достық деген бар, уақытша достық бар. Оны қалай айтсам болады? Мысалы, балалық шағыңыздағы, студент кезіңіздегі достарыңыз, қазіргі достарыңыз араласады ма? Мынау ауылда бірге оқыған балалық шақ, бірге оқыған достармен әлі де араласамыз. Бірге жүреміз, бірге тұрамыз енді. Қонаққа да барамыз, туған күнге де барамыз. Осы 20-сы күні енді туған күнге барамыз. Желтоқсанның 20-сында. Аллаға шүкір, иә? Бірге оқыған қыз-жігіттермен. Аллаға шүкір. Осындай достардың барына, адал достардың барына, қиын сәтте көмектесіп тұратын достарға Аллаға шүкір дейміз. Бірге оқыған қыз-жігіттер адал достар. Кім, мысалы, бір-екеуін атап өтсеңізші достарыңыз? Достарым енді бәрін атап өтуге болады. Енді Рахмет деген досым бар, осы 3 төбеде тұрады. Бір жерге барады, машинасымен келіп алып кетеді үйден, үйге әкеп салады. Осы бір бүгінгі подкаст жобасына осы достарыңызға осы сәтті пайдалана отырып рахмет айтыңыз. Тілек айтыңыз. Енді достарыма да рахметке, Нұрлан деген жігіттер бар, Сайлау деген жігіт, бірге оқыған қыздар бар. Бәріне де рахмет. Тілегіңізді айтыңыз. Енді бастарына амандық берсін, денлеріне саулық берсін, әр күндері мерекелі, берекелі болсын.
қайда барса сәт сапар болсын, аман болсын. Зәкір ағаны жеті қазына дегенді қалай түсінесіз? Жеті қазына дегеніміз енді Жеті қазынаға жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, қанды қақпан, қандауызды қақпан, кезен мылтық, майлаңғы шау, өткір кездік кіреді. Қазақ халқы үшін ежелден жеті саны өте киелі, иә, Зәкір аға? Қазақ үшін жеті саны өте киелі. Жеті санының құндылығы, жеті қазынаның пайда болуы, оның қазақ өмірінде маңызымен астасып жатыр екен. Маңызымен астасып жатыр қазақ өмірінде. Жігіттің неше жұрты бар, Зәкір аға? Жігіттің 3 жұрты бар. Олар қандай жұрттар? Өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұрты. Дұрыс. Сіз қай жұртыңызға жақынсыз? Мен енді өз жұртыма жақынмын. Дұрыс. Енді біз кеше тәуелсіздік күні болды, иә? Тәуелсіздік күні болды кеше. Тәуелсіздік алғанымыз кеше атап өттік. Енді осы тәуелсіздікке жеткенімізге де Аллаға шүкір, тәуелсіздік алып бүгінгі күнімізді көріп атқанымызға шүкір. Сол енді кешегі мерекеге, біздің осы немізбен, бүгінгі шарамызбен тұспа-тұс келіп атқан, біздің кітапханамызға, біздің әріптестерімізге деген ізгі ниетіңізді, тілегіңізді білдірсеңіз. Енді кітапханашылар ұжымына шығармалық табыс, бастарына амандық, дендеріне саулық, отбасыларына береке берсін. Әмин. Қайда барса жолдар болсын, аман есен болсын. Еңбектері жемісті болсын, айлықтары мол болсын, табыстары жемісті болсын. Әр күндері мерекелі, берекелі болсын. Тәуелсіздік күнімізге. Тәуелсіздік күніміз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Енді мына Құран кәрім кітабынан кішкене оқып бересіз бе? Оқып көрейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Басы әр жақта қалды ғой ма? Бұлай оқысайын, ауызша. Оқи беріңіз аға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху ис-самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад, Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. Садақаллахул азим. Тағдырыны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр, ва ма адраака ма лайлатил қадр. Лайлатил қадри خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. تقبلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Жоқ, жетеді. Зәкір аға, сізге көп рахмет. Жалпы біз бағдарламамыздың соңына келіп қалдық. Сізге көп рахмет айтамыз. Осындай біздің шарамызға бір айтқан сөзімді жерге тастамай, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Алла разы болсын. Басты денсаулығыңыз мықты болсын. Ұлыңыз аман болсын. Ұлыңыз екеуіңіз осылай тек қана жақсы күндерде бірге тату-тәтті тұра беріңіздер, өсе беріңіз, өне беріңіз. Ақшаңыз көп болсын. Осылай адал достарыңыз сізді әрқашан қолдап жүрсін. Біздің шараларымызға келіп тұрыңыз. Біздің бір
тұрақты оқырмандарымыздың бірісіз. Әрі сіз мынау Брайль қарпінде жақсы оқисыз. Келешек ұрпақтарға осылай Брайль қарпінде оқуды үйретіңіз. Осындай біздің жақсы ағаларымыз көп болсын, жақсы күндеріміз көп болсын. Осындай тек қана жақсы күндерде, бейбітшілік заманда кездесе берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз аман, жұртымыз сіздерге де рахмет. Көп жасаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.